Бүгінгі видеода жеміс ағаштарындағы қысқа бойлы немесе ергежейлі жеміс ағаштары мен кәдімгі биік бойлы өсетін жеміс ағаштарының айырмашылығы және де олардың күтімі туралы сөз етеміз. Мына отырған бізде ергежейлі алма ағашы М9 деген телітушіге подвойға телінген. Қарасақ, міне ол жіңішке өзінің діңгектің жуандығы осынша ғана, бірақ та бұл міне жеміс салып тұр. Бұлардың бірден бір ерекшелігі, бұлар ерте жеміске кіреді. Енді бұлар жеміске кеш кірген күннің өзінде де мыналар қатты жуандамайды. Кәдімгі дәстүрлі ағаштар сияқты бұлардың діңгегі жуандамайды, мықты болмайды. Сондықтан да бұған не керек? Мынадай тірек керек. Міндетті түрде тірек қоямыз. Бұл көшетті мен әдейі ергежейлі деп сатып алған жоқпын. Маған кәдімгі биік бойлы өсетін, орта бойлы өсетін көшет деп сатқан еді. Ол енді мынандай ергежейлі болып шықты. Сондықтан да мына жерде жалғыз өзі болғандықтан бұл жерге мына тірек өзіне ғана қоямыз. Бір тірек қойылды, мынау қураған ағашты осылай жанына көміп, тірек қоймасақ бұл өзін өзі көтеріп тұра алмайды. Оның бірден бір ерекшелігі осы қызанақ сияқты бұлар өз жемісін көтере алмай құлап қалады. Одан кейін тағы бір ерекшелігі, бұл ергежейлі жеміс ағаштарында бұлардың тамыр жүйесі өте әлсіз болады. Бұларға міндетті түрде тамшы жүйесін орнатқан дұрыс. Осы сияқты міне тамшылатып суару арқылы бұларды су берген бұларға өте ыңғайлы келеді. Бұлардың тамырлары тереңге бойлап кете алмайды. Бұл жерде ергежейлі деген бұлардың тамыр жүйесі арқылы ғана ерекшеленеді. Мына сортта ешқандай сорт арқылы ерекшеленбейді. Мынау мысал үшін күздік алма салтанат сорты. Бұны биік бойлы өсетін көшетке телсек те болады, бұны ергежейліге телсек те болады. Ол үстіңгі жағымен ажыратылмайды. Үстіңгі жағы қандай тамырға телінеді, сондай өсе береді. Биік бойлы өсетін ағаштың тамырына телінсе үсті биік болады. Ергежейлі болып өсетін жеміс ағашының тамырына телінсе, мынау сияқты бұл ергежейлі болып өседі. Одан кейін олардың екі ортасында орта бойлы дегені бар. Мынау тұрған жанында тұрған орта бойлы алма ағашы. Бұлар ММ106, 5418 деген сондай телітушілерге телінеді. Бұларға мынау сияқты діңгектің қажеті жоқ. Бұлар тіректі қажет етпейді. Сонымен қатар дәннен өскен телітушілер сияқты, тамыр сияқты бұлардың биіктігі аса қатты да биік болып кетпейді. Бұлар орташа деңгейде өсетін жеміс ағаштары. Сондықтан да үй жанына егерде өсу биіктігі шектеулі бәсеңде өсетін жеміс ағаштар отырса, осы ММ106-ға телінген орта бойлы осы сияқты жеміс ағаштарды отырғызған дұрыс. Алмұртта да бар, осы сияқты айва клондық телітушілері, оларда орта бойлысы бар, оның ішінде тағы да ергежейлі қысқа бойлы болып өсетінде олардың да түрлері бар. Енді жалпы айтқанда үй жанына ең керегі сол дәннен өсірген тамырға телінген биік бойлы және де орта бойлы осы сияқты өсетін ағаштарды отырғызған өте ыңғайлы. Ал енді мынау сияқты ергежейлі тамырға телінген бұндай көшеттер, біріншіден бұлар көп шығынды талап етеді. Екіншіден үй жанына өте бұлар ыңғайсыз. Бұлардың күтімі де кішкене қиындау болады, бұлардың өсуі де әлсіз. Одан кейін бұлардың тағы да бір ерекшелігі, тамыр жібермей бұларды әрқашан стрессте ұстап тұратын болғандықтан бұлардың иммунитеті төмен болады. Бұлар аурушаң келеді. Сондықтан да бұлар басқа биік бойлы өсетін жеміс ағаштарға қарағанда бұлар дәрі-дәрмектерді, химиялық қорғауды бұлар көбірек талап етуі мүмкін. Сондықтан да үй жанына бұлар аса бір сай келмейді. Тағы да бұлардың кемшілігі, бұларда жапырақ аз болады. Ал енді күн сәулесінен мына жемістерді қорғайтын бұл жерде жапырақтар көлемі болмайды. Сондықтан да қарқынды бақтарда бұлардың үстіне биік 4 метрлік бетондар қойылады. Оның үстіне сетка, торгөз сеткалар, кішкене күн көзін қорғаушы, тағы да қорғау ретінде сондай пайдаланылады. Ол енді бұның тағы да бір кемшілігі, үй жанына ондай мүмкіндік жасау мүмкін емес. Сондықтан да үй жанына келмеуінің тағы бір себебі сонда. Одан кейін бұлардың күтімі туралы, су берген кезде бұларға жиі аздан берген дұрыс. Ал енді тамыры дәннен өсірілген жеміс ағаштарына оларға көптен, бірақ та сирек беруге олар шыдайды. Дәннен өсірген мен мына клондық ергежейлі көшеттердің айырмашылығы неде? Бұлардың тамырлары клондық түрде дамытылады, көбейтіледі. Ол дегеніміз мынау сияқты бұлай таяқшаны осыны кесіп алып тамырлатады. Бұл енді мен мысалға мынаны көрсетіп тұрмын. Тамырға әдейі жабайы сондай тамырлауға бейім осындай
сорттар таңдап алынған, соларды осы төменнен тамырлатып көп қылып соларды жеке-жеке алып, содан кейін оларға телінеді. Бұлар дәннен өспегендіктен бұлардың тамырлары қатты тереңге кетпейді, және де жан-жағына кеткен шашақ тамырлар ғана болады. Бұларда тереңге бойлайтын андай кіндік тамырлар болмайды. Ал енді дәннен өсірілген дәстүрлі жеміс ағаштарында оларда тереңге кететін тамырлар болады, және де жан-жаққа олардың тамырлары алысқа жайылуы мүмкін, және де тереңнен суды іздеуге олардың мүмкіндігі болады. Ал енді мынау сияқты клондық телітушіге телінген жеміс ағаштарында ондай мүмкіндік болмайды. Сондықтан да бұларға суды жиі-жиі беру қажет, және де көптен емес аздан берген дұрыс. Сондай күтім жағынан ерекшеліктері бар. Сондықтан да бұл сияқты көшеттерді үй жанына отырғызар кезде оларға жағдай жасай аламыз ба, жасай алмаймыз ба, сол туралы кішкене ойлану қажет. Ондай мүмкіндік болса ғана отырғызған дұрыс, әйтпесе кәдімгі дәстүрлі дәннен өсірілген жеміс ағаштарын немесе ММ106 немесе 54-118 телітушіге телінген көшеттерді, алма көшетіне қатысты олар, сол сияқты алмаларды отырғызған дұрыс. Ал енді бұл жерде көп айтады, бұлар тез жеміске кіреді деп. Бірақ ол жағынан мен аса бір айырмашылық көрмедім. Кәдімгі тамыры дәннен өсірілген жеміс ағаштарда негізі тез жеміске кіреді. Осымен жасы бірдей менде алма ағашы бар, ол қазір жеміс беріп тұр. Осы екеуі бір уақытта жеміске кірді. Сондықтан да бұларда мен үй жанында аса бір ондай айырмашылықты көрген жоқпын. Мен енді сіздерге салыстырмалы түрде тағы бір жеміс ағашын көрсетейін. Мынау енді 4 жылдық өз қолыммен өсірген, тамыры дәннен өсірілген алма ағаш. Бұған мәдени сорт телінді. Міне мынау 4-ші жыл, биыл бірінші рет жемісін беріп тұр. Жемісі де аз емес, міне кәдімгідей жеткілікті біраз бар. Алдыңғы ергежейліге қарағанда бұның жемісі саны, көлемі енді 2 есе көп анаған қарағанда. Бұл да 4-ші жыл, ана жеміс ағашта 4-ші жыл. Бірақ мынау 4 жылдық болғанмен бұның өсу қарқыны мықтырек. Анаған қарағанда биіктігі кәдімгідей анадан 2 есе үлкен, және де мына діңгектің жуандығына қарасақ, анадан алдыңғы жеміс ағашынан бірнеше есе бұл жуан. Сонымен қатар бұл дәннен өсірілген жеміс ағаштары ешқандай тіректерді талап етпейді, діңгекті талап етпейді. Өз бойын бұлар өздері көтеріп тұра алады. Бұлардың артықшылығы сонда, және де жаңағы көшет сатушылар көп жағдайда бұлар кеш жеміске кіреді, көп жылдап жеміске кірмейді деп айтып жатады. Бірақ та ол жағынан мен ешқандай да бір айырмашылық көрмедім. Міне 4-ші жыл бұл жеміс ағашы да міне жемісін салып тұр. Сондықтан да ол енді сатушылардың бір ойлап тапқан нәрсесі ма, соны енді тағы да қосымша зерттеу қажет. Бірақ та енді осы менде бірнеше осы сияқты жеміс ағаштар бар. 4-ші жылы кәдімгідей жеміске кірген осы дәннен өсірілген жеміс ағаштары, алма ағаштары. Ең бастысы мына мәдени сорт телінген кезде ол қай тамыр болса да ол тезірек жеміске кіреді. Сондықтан да үй жанына өсіруге менің құптайтыным осы дәннен өсірілген кәдімгі дәстүрлі тамырларға отырғызса өте дұрыс болады. Біріншіден бұл жеміс ағаштарының артықшылығы, бұлар иммунитеті жоғары болады, ауруға көп бой алдыра бермейді. Екіншіден бұлар суға да шыдамды болады. 1-2 апта су құйылмай қалса, немесе үлкен болып өскен кезде тіпті айлап құймай қойса да бұлар суға, шөлге шыдай алады. Ал енді одан алдыңғы ергежейлі жеміс ағаштары 1 ай тұрса, мынау сияқты ыстықта олар қурап кетеді. Және де бұлардың артықшылығы тіректі қажет етпейді. Бұлар өз діңгегін өздері ұстап тұрады. Ол тірек қоюда бұл жерге артық шығын болады. Ол енді жаз күнінде бұл жеміс ағаштарын қырқу, кесу жұмыстарын, мынау сияқты жас бұтақтарын шырпу арқылы бұларды тезірек жеміске кіргізуге болады. Сол сияқты әрекеттерді жасаған кезде бұларды ертерек жеміске кіргізуге болады. Сонымен қатар осы сияқты жеміс ағаштарынан алар пайда молырек. Негізі менің жеке пікірім сол, үй жанында немесе кішірек бақтарға осы дәстүрлі тамыры дәннен өсірілген жеміс ағаштарын отырғызған өте ыңғайлы. Міне жемістер, тұрған жемістер, енді 4-ші жылға бұл жақсы жеміс. Бұл енді жас ағаш бұл. 3 жыл өсті, міне 4-ші жылы жемісін беріп тұр.
Ендеше ергежейлі жеміс ағаштары мен тамыры дәннен өсірілген дәстүрлі осы сияқты жеміс ағаштарды салыстыратын болсақ, үй жанына өсіргенге осы сияқты иммунитеті мықты, ауру сырқауға көп бой алдырмайтын және де жеміс берген кезде де молынан беретін осы сияқты шыдамды жеміс ағаштарын өсіргенге үйдің жанына өте ыңғайлы. Бұлар енді биік бойлып өседі дегенмен, бұларды қырқу жұмыстарын жасаймыз, кесу жұмыстарын жасаймыз, бұларды биік қылып жібере бермейміз. Өзімізге қажет биіктікте, бұлардың биіктігінде, көлемінде ұстап тұруға мүмкіндік бар. Сондықтан да бұл сияқты жеміс ағаштардың ешқандай мен кемшілік көріп тұрған жоқпын. Кемшілігі бар деп айта алмаймын. Бүгінге осындай мәлімет. Келесі эфирде кездескенше.